Сәлем құрметті тыңдарман, бұл бір кесе шай подкастының авторы Торғын. Сізде бәрі жақсы деп үміттенем, әрі сіздермен қайта қауышқаныма өте қуаныштымын. Бүгін 16 мамыр, бір кесе шайдың алғашқы эпизоды шыққан күн. Подкаст бір жасқа толып жатыр. Өте қуанышты жағдай, бір жыл өте ұзақ болмаса да, күшті тәжірибе жинайтын уақытқа айналды. Бір жылда 2 маусымға бөліп, 19 эпизод шығарыппыз. Эпизодтарға түрлі салада білім алып жатқан жастар келді. Қызық тақырыптарға түрлі талқылар жүргізген болатынбыз. Біздің подкастымызға қонаққа келген әрбір қонағымызға рахмет айтқым келеді. Ескерте кететін жайт, бүгін шыққан эпизодты біз наурыз айында жазған болатынбыз. Белгілі бір себептерге байланысты кеш шығып жатыр. Қонағымыз Назерке, және сіздер айыпқа бұйырмассыздар деген ойындамын. Тағы бір өте маңызды нәрсе, ол осы бір жылдық арнайы эпизодты әжем Қалима Мұхамбетқалиқызының рухына арнаймын. Мамырдың басы әжем 90 жасында бақилық болды. Осы подкасттың шығуына септігін тигізген адамдардың бірі. Естеріңізде болса, біздің подкасттың логосындағы кесені әжем, әкем мен анам бөлек шыққанда енші ретінде берген еді. Сол кеселердің жинағынан бір ғана кесе аман қалған екен. Сол кесені оқуға, енді батысша кәсені оқуға кетер алды әжемнің көзі, үйімнің бір бөлшегі деп өзімен бірге ала кеткем. Сентименталды бір құндылығы бар солай затқа айналған болатын. Міне сол кесе қазір бір кесе шайдың шығуына негіз болды. Сонымен қатар әжем менің атымды қойған адам. Бұрын ойлайтынмын, неге менің атым Айгүл емес, Айнұр емес деген сияқты ойлар келетін. Бірақ өсе келе өзімнің атымның ерекше екендігін түсіне бастадым. Мәнін, мағынасын іздедім, аттың шығу тарихына жете бойлауға тырыстым. Сөйте келе ерекше есімдердің қатарында екендігін түсіндім. Солай 2023 жылы оқуға кетпестен бұрын әжеммен кездескен болатынмын. Сол кезде ерекше ат қойғаныңыз үшін көп рахмет деп алғысымды айттым. Әжем мәз болып қалды. Әжем Торғын Тасыбекова деген актрисаның атын ұнатып маған қойған екен. Өзі солай айтты. Осы бір жылдық эпизодты шығарамын деп ойлап жүргенде, осылай рухына бағыштағаным дұрыс болар деп шешім қабылдадым. Әже, мен сізді қатты жақсы көремін. Сізді сағынатын боламын. Және сізге көп рахмет айтқым келеді. Атамен қайта қауыштыңыз деп ойлаймын. Подкасттың интросынан кейін қонағымыз Назеркемен әңгімеміз жалғасады. Бір жыл бойы біздің подкастты тыңдап келген адамдарға рахмет айтқым келеді. Көп рахмет сіздерге. Бұл мен үшін өте маңызды. Сол, мен ойымша бастай беруге болатын сияқты. Құрметті достар, наурыз құтты болсын. Бүгін 21 наурыз. Енді бұл шығарылым шыққан кезде наурыз өтіп кетеді, бірақ сонда да жаңа жылдарыңызбен кім бізді тыңдап отыр. Бұл бір кесе шай подкастының 2 маусымының 2 шығарылымы. Қонаққа виртуалды студиямызға Назерке келді. Назерке, көңіл-күйің қалай? Жақсы, керемет көңіл-күй. Мерекелік көңіл-күй бәрібір де сезіліп тұр. Күн жылынып әсіресе. Себебі осы уақытқа дейін наурыз айларында күн суық болушы еді осы.
Бүгін күшті болып күн шығып әдемі болып тұр, кәдімгі көктем болып. Алматыдағы ауа райы жақсы дейсің. Иә, Алматыда ауа райы жақсы. Алматылықтар бәрі деген летникқа шығып, астаналықтардың көзін күйдіріп жатыр ма екен? Иә, уже трактадан астау деймін, бәрі летникте отырғанына. Шымкент жаз дейсің ғой ана жақта. Шымкентте иә жаз болып отыр. Мерекелік көңіл күй өзінде бар ма? Наурызға дайындалып жатсыздар ма? Иә, көңіл күй бар. Бүгін демалысқа қарай үйге барып қайтқалы жатырмын. Мен өзі Шымкентте тұрамын. Ары қарай 24-іне анамның үлкен әпкесінің туған күні, ол Ташкент қаласында тұрады, сол жаққа бара жатырмыз. Вау, Сонымен құттықтаймын, құттықтаймын. керемет күтіп жатырмын, рахмет. О, жақсы болған екен. Құрметті тыңдармандар, біздің қонағымыз, мен Назеркені бакалавр уақытынан танимын. Біз бірге жеті жарғы дебат клубында ойнадық дегенде қатты ойнамадық, бірақ бірақ сол дебат клубқа қосылып содан бері таныспыз. Әлі күнге дейін сол байланыстамыз, әлі күнге дейін араласамыз. Сондай жеті жарғылық құрбым. Өзіңді тыңдармандарға таныстырып өтсең. Атым Назерке, қуаныштымын. Осы подкаст барлықтарыңызға пайдалы, қызық болады деген үміттемін. Қазір әдемі әңгімелер болады деп те күтемін өзім. Торғынды таныстырған жеті жарғы дебат клубына алғысым шексіз. Себебі жеті жарғы дебат клубы осы студенттік кезімде өткен, бакалавр уақытында өткен ең күшті сәттердің бірі. Өте көп білім берді, тәжірибе берді. Соның арқасында қазір қорықпауды үйреткен сияқты, сол жеті жарғы дебат клубы адамдармен қарым-қатынаста коммуникацияны қалай құруды. Соның көмегі әлі күнге дейін тиіп жатыр. Адамдармен да сол жақта танысқан. Иә, рас, шынымен де дебаттың арқасында қатты көп ойнамасақ та біраз нәрсе алдық. Жай ғана жұрттың алдында сөйлеу ғана емес, онымен қоса әлі күнге дейін араласатын, әлі күнге дейін байланыста жүрген жақсы араласатын достарымызды таптық. Иә, сол енді Назеркені қонаққа шақырғаным себебі, Назерке осы бірнеше жыл бұрын ақш-та Бостон университетінде болашақ бағдарламасымен білім алды, магистратурада оқыды. Менің ойымша біздің тыңдармандарға болашақпен оқыған студенттердің, адамдардың тәжірибелері қызық болатын шығар деген оймен осы подкастты жазып отырмын. Біздің арамызда бәлкім сол болашақ бағдарламасымен тапсырғысы келетін адамдар көп шығар деп ойлап отырмын. Назеркемен қазір бір жақсы әңгіме болады деп үміттенемін. Солай көп рахмет тағы да келіскеніңе. Саған да көп рахмет. Сен Евразия ұлттық университетінде бакалаврда оқыған кезде мемлекеттік басқаруда оқыдың, иә? Иә, мемлекеттік және жергілікті басқару мамандығында. Ал Бостон Маркетинг бағытында Global Marketing Management деген мамандық бойынша білім алдым ол жақта. сонда қанша, 2 жыл оқыдыңыздар ма? Иә, магистратура 2 жылға созылды. Негізі магистратура бағдарламасы 1 жылдан басталатын сияқты. 1 жыл, 1 жарым, 2 жыл, 2 жарым жылдық. Ал менің мамандығымның программасы 2 жылға. Жалпы қалай болашаққа тапсыруды ойладың, неге болашақпен тапсыруды шештің, сол туралы айтып бере аласың ба? Және тапсыру барысында қиындықтары болды ма? Сондай сәттерде қалай өттің, сол туралы айтып берсең. Осы ЕНУ-да 3-ші курста оқып жүрген кезде ағылшын тілі группасына ауыстық. Сол кезде бізге сабақ берген мұғалімдердің көбісі 60% дерлік болашақпен оқып келген мұғалімдер болатын. Сол кісілердің әңгімесін естіп, қызығып, магистратураны мен де міндетті түрде шетелде оқып келемін деген сол кезде мақсат пайда болған. Содан бастап ағылшын тілін жетілдіріп, керекті документтерді жинап, егер стажировка керек болса, стажировкаларға қатысып, бүкіл ізденістерді жасап, солай бастағанмын. Бакалаврды бітіргеннен кейін универлерді іздеп бастадым. Қай жақта универлерді деген сияқты, қай жақтың білім саласы жақсы, және де қандай мамандықта оқуға болады деген секілді. Сол кезде маркетинг деген қызығушылығым пайда болған. Сосын маркетинг мамандығы бойынша универлерді іздеп бастадым. Солай Бостон университетін тауып алдым. Бостон университетінің маркетинг мамандығы ақш-тағы топ 10 мамандықтардың қатарына кіреді екен. Универден талап негізінде болашақ бағдарламасына тапсырмас бұрын бізде міндетті түрде оффер алу керек универлерден. Ал универлерден оффер алу үшін ол әр универдің талаптары әртүрлі. Сол үшін әр универдің сайтына кіріп, өзіңізге керек мамандықтарды қарап, сол мамандықтарға қандай талаптар бар, IELTS деңгейі, немесе басқа TOEFL, тағы Duolingo деген секілді деңгейі қандай болу керек, қанша рекомендательный письмо болу керек, одан бөлек экзамендер тапсыру керек па, керек жоқ па деген секілді соларды қарап, өзіміз оффер алуымыз керек. Оффер алғаннан кейін ғана болашаққа тапсыра аламыз. Себебі болашақ ол тек грант, стипендия ретінде ғана беріледі. Гранттың түрлері көп қой, өзінің университеттің жеке гранты деген секілді, тағы да басқа бөлек ұйымдардың гранты деген секілді болашақта сондай мемлекеттік грант шетелде оқып келетін студенттерге арналған.
сол универден оффер алғаннан кейін ғана болашаққа тапсыруға болады. Болашақпен менің ойымша оқып жатқан жастар өте көп, және жұмыс оқуын бітіріп Қазақстанға оралып, арнайы өздерінің талаптары бойынша сол 3 жыл жұмыс жасау керек екенін естідім, иә. Мәселен, мен білем, сен оқуыңды аяқтағаннан кейін стажировка, интерншипқа қалғанында, бірақ сонда Мгм. жұмыстың уақытын кешеуілдетіп бастауға бола ма? Соны мен білгім келген. иә болашақпен оқып келген студенттерге қойылатын талап Қазақстанда егер де республикалық маңызы бар қалаларда 3 қалада Астана, Алматы, Шымкентте жұмыс жасайтын болса, онда 5 жыл отработка мерзімі. Мгм. Ал басқа қалаларда, аудан орталықтарында 3 жыл. Негізі, кажется, 3 жыл алдын ондай рұқсат болмаған болашақта отработка басқа елде, шетелде оқып жүрген университетінде жұмыс жасауға 3 жыл алдын ғана рұқсат етілген. Бірақ ол рұқсат алу үшін Fortune 500 не болмаса Global 2000 қатарына кіретін компаниялардан жұмысқа шақырту алу керек. Содан кейін ғана болашақ ең ұзақ 1 жыл мерзімге ғана отработканы кейінге қалдыруға рұқсат береді. Жақсы екен. Әйтеуір, мысалы, менің ойымша қалай білім аласың, бірақ бір жағынан сол жақ тәжірибесін де жинап көргің келеді ғой, мысалы, жұмыс істеп көргің келеді. Сондай Иә. мүмкіндік беретініне мен өте қуаныштымын. Әйтпесе, менің ойымша көп студенттерде сол жылдың аяғында бітірерге таман енді елге қайту керек, жұмыс іздеу керек деген сияқты ойлар болады ғой. Ал бір жағынан сол оқып жатқан жердегі бір тәжірибені де жинап қалғың келеді. Менің ойымша осындай қызметтің болғаны да дұрыс болған екен. Жалпы Бостонда оқыған кезде айырмашылықтар енді жер мен көктей шығар. Біз енді Евразия ұлттық университетінде оқыдық. Біздегі білім жаман деп айтқан сөзім емес, бірақ дегенмен айырмашылық бар. Сол қандай айырмашылықтарды өзің сездің, және сен мамандықты ауыстырдың ғой, жергілікті Мгм. басқарудан, әкімшілік басқарудан неге маркетинг ауыстырдың? Қалай болды? Сол жағы қиын болған жоқ па? Білім саласы жағынан ешқандай қиыншылық тудырған жоқ. Себебі мен бакалаврда мемлекеттік басқару оқығанмен экономика факультетінде оқыған болатынмын. Негізі бакалаврда көп білімдер тек жалпылама ғана беріледі ғой. Тек мемлекеттік басқаруға ғана қатысты сабақтарды алмай, біз әртүрлі экономика факультетіндегі басқа мамандықтарында сабақтан өткен болатынбыз. Оның ішінде маркетинг те бар, финанс та бар, учет та бар деген секілді. Сонымен қоса, осы бакалаврды оқып жүрген кезде Турцияға, Памуккале университетіне мобильность бойынша да барып қайтқан болатынмын. Ол жақта біздің мамандық болған жоқ, мемлекеттік басқару мамандығы. Сол үшін біз ол жақта бизнес администрейшн мамандығымен оқыдық. Ол жердегі алған сабақтардың ішінде де маркетинг болған. Сол маркетингке қатысты мамандықтар, онымен қоса международный отношенияға қатысты мамандықтар, солай әртүрлі мамандықтарда оқып жүргеннен кейін ол жақтағы Америкадағы сол маркетингке қатысты сабақтар ешқандай жаңалық болған жоқ маған. Тек Мгм. соны ары қарай тереңдетіп, басқа да көбірек информация беруге, көбірек қандай тулс деген сияқты маркетингте қандай тулстар қолданады, соларды үйрендім десем болады, бірақ ешқандай да жаңалық болған жоқ. Иә, мысалы, маған сәл қиын болды, өйткені мен неде 4 жылды мен ағылшынша оқыған жоқпын, менде барлығы қазақ тілінде болды, және осы жаққа келген кезде 1 жыл тіл оқыдық, одан кейін сабақтың барлығы ағылшын тілінде болды. Сол кезде жүйенің қаншалықты екі түрлі екендігін байқадым, өйткені бізде баяғы бір кеңестік заманның талаптары бойынша оқытатын тәсілдер көп та, мысалы, және әлі де соны қолданады, әлі де бар, иә, мысалы. Соны көрген кезде кішкене қиналасың, өйткені бізде критикалық ойлауға баулымайтын сияқты болып көрінді. Енді қазіргі таңда мектептерде сол критикалық сыни ойлауға көп тапсырмалар беретін білем, сабақтарды өткізетін білем. Маған өзіме шынымды айтсам басында қиын болды үйренгенше. Бірақ қазір жақсы. Қазір менде соңғы семестр, сондықтан басында осы ең бірінші семестр ауырлау болды, бірақ содан кейін сол ауырлыққа да үйреніп кетесің, бейімделесің, сондай болып сезілді. Сондықтан ойлаймын да, мысалы, біздің университеттерде де сабақтарды ағылшынша таңдауға мүмкіндіктер берсе екен, иә, мысалы, тіпті қазақ тілі мен әдебиетінде оқитын балалар болса да деген сияқты сондай бір ойлар келеді да. Өйткені менің байқағаным, өзімнің тәжірибем бойынша, жаңа жазу жағынан, мысалы, мен қатты ақсаймын, өйткені бізге жазуды дұрыстап үйретпеген. Мысалы, қалай жазады, мәселен, мен көршім Австриядан, олар әрбір семестр сайын coursework жазғанда, олар жазуға кәдімгідей бейімделіп кеткен, және мына жақта қазір Кореядағы сабақтар оған қатты қиын емес, өйткені ол жазып үйреніп алған, дағдыланып алған. Соны ойлаймын да, сондай нәрселерді Мгм. кішкене істеген кезде деп, сондай бір ақсайтын нәрселерді көремін да, соны жазып түртіп отырамын. Сенде де бір сондай сәттер болған жоқ па? Осыны бізге де қосса екен, бізде де болған кезде бакалавр кезінде деген бір әттеген айлар болды ма? Әрине, ондай сәттер көп болады. Бакалавр кезіндегі бізде оқыған ақпараттарымыз барлығы ескірген. Қазіргі таңда бізге
қолданыста қолданылмайтын керегі жоқ ақпараттарды бізге үйрете беруші еді ғой. Және де оны тура солай профессор бізге қалай айтады, дәл солай қайталап беруімізді де талап ететін. Бізде мысалы экзамен уақыттарында, иә, сол одан артық өзінің ойында тағы басқа өзін ізденіс жасап ақпараттарды қоссақ оны қабылдамайтын, бір жақтан ол дұрыс емес деген секілді сондай сәттер болып тұратын. Ал ақш-та ондай жоқ, себебі ол жақта көбінесе 80% лекторлар емес, студенттер сөйлеуге бейімдейді. Алдын ала мысалы әр силабус деген болады ғой, силабуста бүкіл тақырыптар жазылып тұрады, қандай тақырыптар туралы болады, экзамен уақыты қай уақытта, қандай тапсырмалар беріліп тұрады, олардың дедлайны қандай деген секілді. Сол силабус бойынша қарап, студенттер алдын ала өзінің жоспарларын құрып алуына, мысалы басқа жақтарға қыдырып келетін болса, тағы да басқа жұмыстары болатын болса, сондай план құрып алуына өте ыңғайлы. Және де әр сабақ алдын тақырып тапсырмалар берілетін болса, оған міндетті түрде профессорлар 1-2 сабақты арнайды сол тапсырманы түсіндіруге, қалай жасау керек, қандай материалдарды қолдануға болады, немесе ол материалдарды қай жерден табуға болады деген секілді міндетті түрде воркшоптар жасап тұрады. Соған бір сабақтың жарты сағатын немесе 1 сағатын міндетті түрде арнайды. Ол сонымен қоса лекторлардың көмекшілері болады, ассистент, teacher assistant деген секілді. Соларға да жазып, егер сұрақтарыңыз болса, тұрмызға болады, және де профессорларға жазсақ, олар міндетті түрде жауап қайтарады, жоқ болып кетпейді деген секілді ғой. Оларды тауып алу өте ыңғайлы. Және де офис work дегендер болады лекторлардың. Мысалы, егер де просто хат жазу арқылы ол мәселені шеше алмайтын болсақ, офис work дегенде арнайы профессорлар біз үшін жарты сағат немесе 1 сағат қосымша уақытын арнайды, арнайы Zoom встреча жасап деген секілді сабақтарды түсіндіруге бөлек. Сол жағы негізі жақсы ұйымдастырылған, себебі профессорлар ол жақта ешқандай да біздің білмейтіндігіміз үшін сөкпейді, керісінше сұрақ қойсақ, олар қуанып кетеді, барынша көбірек жауап беруге, қосымша ақпараттар беруге тырысады. Негізі расымен де сол Сол жақтары бар. иә, шынымен де қолдайды, иә, студенттерді, мысалы ізденгісі келіп тұрған студенттерді қолдау. қолдап отырады. Бізде әлі де бір иерархиялық бір жүйе бар сияқты, өйткені профессордың айтқаны әрдайым дұрыс, және оған қарсы келуге болмайды деген сияқты әлі де сондай бір түсінік бар деп ойлаймын. Бірақ мысалы Кореяда да сондай негізі, өйткені профессорлар мен студенттердің арасында иерархиялық қарым-қатынас әлі де біздікіне сәл пәл ұқсайды. Ал дегенмен мысалы егер профессорлар шетелде оқып келген болса, шетелде тұрған болса, олар білінеді, бәрі өзгешелік байқалады. Мен есімде Вашингтон университетінде бір профессор бар, ол кісі қазір сабақ бермейді ау деймін, бірақ орталық Азияның сол саясатына қатысты бір сабақ жүргізген. Содан мен өзіме де орталық Азияны зерттеуге қызығатын болғандықтан сол силабусын сұрағам, маған жібере аласыз ба деп. Содан кейін маған жауап келген жоқ та. Содан кейін мен жарайды, ештеңе етпейді, көрмеген де шығар, енді танымайтын бір студентке жауап бермейтін де шығар деп ойлап едім. 3 айдан кейін маған жазып тұр: Торғын, сізден кешірім сұраймын, мен бұл хатыңызды көрмей қалдым, мен қазір сабақ бермеймін, бірақ егер сізге көмегі тисе, мынау менің силабусым, осы бойынша оқып көріңіз, солай жақсы, сізге сәттілік тілеймін деп, солай өзінің хатын жіберді силабусымен. Сол кезде де ойладым, вау, профессорлар мүлдем басқаша екен. А мен бір қазақ профессорға жазғам, ол кісі маған жауап берген жоқ. Олар бізге ұрысып береді ғой. Егер де мысалы сабаққа таңғы 8-де басталатын болса, 5 минут, даже 2 минут кешігіп қалса, кіргізбей қоятын профессорлар бар еді бізде Иә, уақытында. иә, рас. Ал негізі 15 минуттық не бар ғой, құқық бар ғой. Құқық 15 минуттық. Құқық бар, негізі ондай құқықты қоюдың керек жоқ секілді, себебі ол сабақ деген ол студенттер үшін ғой, студенттерге Иә, арналған. Ал Америкада ондай жоқ. Студенттер кешігіп келсе үндемей кіріп отыра береді, кіру үшін рұқсат та сұрамайды. иә, Просто рас. ешкімге келтірмей, даже сабақ уақытын бөлмей, үндемей кіреді, если сыртқа шығатын болса, үндемей ешқандай адамдарға кедергі келтірмей, білдіртпей шығып кете береді. Иә, Оған рас. ешкім деп сөгіс айтпайды. Иә, айырмашылық бар кішкене, сол иерархиялық қарым-қатынаста бір білім алу жолында кішкене бір кері әсерін тигізетін сияқты, бәрібір байқалады кәдімгідей. Мен тағы бір байқауымша, осы біздің буында және біздің алдыңғы буында American Dream деген бар, иә. Жаңағыдай Америкаға барып келу, ақш-қа барып тұрып көру, сол жақта жұмыс істеу немесе оқу секілді сондай бір тәжірибені жинағысы келетін адамдар менің айналамда
көп. Бірақ енді мен білмеймін нақты сенде мен осы Америкаға барып тұрғым келе ма деген American Dream болды ма сенде? Сол жетелеп барды ма, әлде жай ғана осы университетте оқып жүрген кезде ақш-та оқып көрейінші, қызық деген сондай бір оймен бардың ба? Өйткені білем, бізде айналамызда мысалы фильмдерді көп көреді. Енді ақш-тың өзінің маркетингі жақсы да, фильмдердегі бір идеяларды ақш-тың сондай ғажап, керемет ел деп көрсетіп, адамдарды тартатыны бар, иә. Сенде де сондай болды ма, әлде мүлде басқаша ма? Ондай менде де болды. Бірақ енді қазір енді есімде жоқ қой ол қалай болғаны. Бірақ ол бәрінде болатын сияқты. American Dream деген. Менде осы магистратураны Америкада не болмаса Еуропада оқығым келеді деген арман болған, не болмаса Сингапурда деген секілді. Солай білмеймін қалай Америка болып кеткенін, соңғы шешімім әйтеуір Америка болып кетті. Себебі ол жақта студенттерге көбірек қолайлы болатын сияқты Америкада оқыған, особенно магистранттарға. Ол жақта бакалаврда оқитын студенттердің көбісі өзінің местныйлары, американдықтар, ал магистратурада оқитындар көбінесе international студенттер. Сондықтан да біздің сабақтағы группамыздағы көп 80% дерлік сол шетелден келген студенттер болатын. Ол жаққа барғаннан оқуға түскеннен кейін, болашақтың грантын ұтып алғаннан кейін сол кезде менде уайым пайда болды. Ол жақта оқу қалай болады екен, қиын болмайды ма екен деген секілді. Себебі осы уақытқа дейін де ағылшынша елуда оқып көргенмен, Америкада оқығанмен, Қазақстанда оқыған ағылшын тілі әйтеуір екеуі екі түрлі деңгей ғой. Сол кезде біраз уақыт уайымдап жүргенмін сол жақта барғанша. Америкада даже уже сабақ басталғаннан кейін 2 айдай дерлік қиын болды деп айта аламын. Себебі ол жақта тапсырмалар өте көп беріледі. Апта сайын бір сабақтың өзінен бірнеше тапсырмалар беріліп отырады. Себебі ол жақта теория бойынша емес, практика бойынша ақпаратты қабылдау жеңіл, тиімді деп есептейді. Сол үшін өте көп тапсырмалар беріліп отырады. Соған ілесіп кету, сол тапсырмаларды қалай дұрыс орындау болатынына бейімделіп кеткенше 2 айдай дерлік уақыт кетті деп айтсам болады. Бірақ уже 2-3 айдан кейін көзім жетті, ешқандай да қиындығы жоқ екенін, ол жақтағы да профессорлар кәдімгі өзіміз секілді адамдар екені деген секілді тапсырма беріледі. Оған қандай талаптар қойылады, сол талаптарға сәйкес орындайтын болса, онда жақсы баға қойып береді. Рахмет жауабыңа. Мысалы айтып жатсың ғой, кішкене бір қорқыныш болды деп. Енді тек қана оқуға ғана қатысты емес, мысалы қауіпсіздік жағынан сондай қорқыныш болған жоқ па сенде? Мәселен, енді менде Кореяға келер алдында қауіпсіздік жағынан менде ешқандай қорқыныш болған жоқ. Өйткені Корея басқа елдерге қарағанда айтарлықтай қауіпсіз елдердің біріне кіреді. Сондықтан менде ондай қорқыныш, үрей болған жоқ. Және мысалы түнгі уақытта да шығып дүкенге барып керек затыңды алып келуіңе болады, мысалы шұғыл түрде қажет болып жатса. Сондай бір мысалы бір ой болды. Және бұған дейін көріп жүрген фильмдер болсын, сериалдар болсын, ол жерде де мысалы көрсетеді, қандай қауіпсіз ел екенін көрсетеді. Ал сенде ақш-қа барар алды қауіпсіздікке қатысты бір өзінің үрейлерің болған жоқ па? Үрейлер болды. Себебі мен ол жаққа жалғыз өзім кеттім. Ол жақта оқып жатқан, мен кеткен уақытта оқып жатқан таныстарым, не болмаса туыстарым, достарым болған жоқ. Сол үшін қорқыныш 2 есе болды деп айта аламын. Как раз есімде, сол виза алып, уже билет алып кетуіме бір аптадай уақыт қалған кезде мен ішім ауырып, білмеймін не үшін ауырып қалғанын, көбісі айтады, сол уайымдағаннан шығар деп. Солай кеткеннен кейін, барғаннан кейін уже барғанша уайым болған. Себебі ол жақта виза алғаннан кейін бәрібір қорқынышты болып тұрады ғой, как неден границадан өткізбей қояды ма деген секілді, кәдімгідей границадан өткенге дейін. Білмеймін, қорқыныш болмаса да әйтеуір бір түрлі бір ыңғайсыз бір ойлар туындап тұрады. Барғаннан кейін уже адамдармен танысып, ол жақта да қазақтардың өте көп екендігіне көзім жеткеннен кейін ондай қорқыныш сейілді. Бірақ алғашқы бір апта дерлік сыртқа шығуға қорқыныш болған. Себебі мен ол кезде бара сала интернет болған жоқ, интернетке қалай қосылу керек, жолды қалай табу керек деген секілді. Себебі мен барған кезде менің бір туысқаным болған ол жақта, алыс бір туысқаным, мен өзім танымайтын, Бостон қаласынан 2 сағаттық жерде тұратын. Мен сол кісінің үйіне бардым. Ол кісінің үйіне барғаннан кейін маған Бостонға, сол университетке документ тапсыруға келу керек болды. Оған қалай келу керектігін білмеймін, себебі менде интернет жоқ. Сонымен Google Maps'ты ашып алып, скриндер жасап,
сол Бостон қаласына 2 сағаттық жерде орналасқан қаладан өзім жалғыз өзім келгенім бар алғашқы күні. Содан соң 2 күннен кейін интернет қосып, одан кейін жеңілдеу болды ары бері жүріп тұру. интернет қосып адам болдық деші. Иә, рас. Өте өте қиын, иә. Иә, интернет қосып адам болдық. Интернетсіз. Оған дейін көшедегі адамдардан сұрап, шетелге саяхаттаудың ең қиындысы сол интернет секілді. Рас, рас. Мен де соған келісемін, өйткені өте қиын. Мысалы, мен картамен жүре алмайды екенмін. Мысалы, кәдімгідей телефондағы карта емес, кәдімгідей карта бар ғой, қағаз карта. Иә, Адамдар иә. бұрында сонымен жүрген да, мен қазір олай жүре алмайтын сияқтымын. Адасып сөйтіп кететін сияқтымын. Сондықтан қазір картаны, электронды картаның болғанына өте қатты қуанамын. Интернетсіз өте қиын саяхаттау қазір. Иә, интернетсіз өте қиын. Картасыз, электронды картасыз Соны айтайын. особенно. Иә. Жалпы көңіл күй қалай? Жақсы ма? Көңіл күй жақсы, иә. Как ностальгия болып отырмын. Алғаш сол оқуға түскен кездегі сәттерім есіме түсіп. Мгм. Себебі оқуға тапсырған кезде енді оны Америкада оқу немесе шетелде оқу деген мақсат болғанымен, оны как-то өмірдің мәні деген секілді ондай настрой болған жоқ қой. Себебі оқуға тапсыру, құжаттарды жинау деген өте ұзақ процесс. Ол 1 жылдай уақытты алады. Ол Иә. уақыттың бәрінде тек ол туралы ойланып жүрмейміз. Өзіміздің бөлек өміріміз бар, жұмысымыз бар деген сияқты солармен де айналысып жүреміз. Тек ол документті жинауға, экзамендерге дайындалуға деген секілді уақыттар ол 1-2 аптадай алатын шығар, сол 1 жыл уақытын. Но бірақ просто күту процесстері ұзақ болады. Дәл Иә. солай болашаққа да тапсырғаннан кейін болашақтың, кажется, ол кезде қанша этабы болды? 2 немесе 3 этабы болды ау деймін. 3 этабы болған. Соны бір аптаның ішінде тапсырып біткеннен кейін нәтижесін 1-1,5-2 айдай күттік. Ол уақытта енді болашақты ойлап жүрмейміз ғой, түстік пе екен, түспедік пе екен деп емес, өзіміздің жұмыстарын жасап жүргеннен кейін. Ол болашақтың ответі шыққаннан кейін ғана Америкаға оқуға түстім, енді сол жақта оқимын деген чувство пайда болды. Оған дейін ондай сенім пайда болмаған, тек процесс соған документтерді жинап, солай жүре бердік, өзіміз жұмыстарын жасап. Соған түскеннен кейін бізге мен күздік семестрге тапсырғаннан кейін сабақ 6 сентябрь басталған, а болашақтың ответі августте шықты. Сол 1 ай алдын ғана. Сонымен болашақтың да документтерін жинау өте ұзақ процесс. Себебі грант ұтып алғаннан кейін болашақпен келісімшартқа тұру керек, оған гарант болатын адамдарды іздеу керек, залапқа документтерді жинау керек деген секілді. Оның өзі ұзақ уақыт алғаннан соң, виза алғаннан кейін Америкаға кетуге уақыт сол 1 аптадан аз уақыт қалған. Сол виза алып, билет алып, соңғы 3-4 күнде үйге барып қайтып, солай процесс өте жылдам болып кеткен. Сол үшін ол American Dream деген нәрсені сезініп те үлгермей қалған сияқтымыз. Барып өзіміз де түсінбей қалдық қалай Америкаға келіп қалғанымызды, сабақтың қалай басталып кеткенін. Құжат жинау әсіресе өте оңай нәрсе емес. Кәдімгідей айтады ғой, мысалы, сколаршип алу үшін, оқуға түсу үшін, оффер алу үшін. Окей, оффер алдың, бірақ сколаршип керек қой. Енді мысалы, өте қымбат қой, ақш-та оқу немесе Еуропада оқу болсын, қай жерде оқу болсын, ол үлкен қаражатты қажет етеді, иә. Сол кезде енді мен айтамын да достарыма, айналамдағы адамдарға сколаршипқа тапсыру, ол сен өзіңнің менталды денсаулығыңмен төлейсің, ол жерге төлем жасайсың. Өйткені құжат жинау ол өте оңай нәрсе емес. Әсіресе болашақ, мен ойымша, жаңа да айтып жатсың, келісімшартқа отыру керек, гаранттарды іздеу керек, оның бәрі өте мықты шыдамды талап етеді деп ойлаймын. Сондықтан өзіңе, мен ойымша, рахмет айту керек. Өйткені мен байқайтыным, өмір енді айтады ғой, өмір өзен дейді. Расымен де өзен сияқты атты ағып кетеді. Біз байқамай қаламыз да. Сол сәтте сезінген жаңа сезімдерді, алған әсерлеріңе ешқандай рефлексия жасамайсың. Өте шығады. Содан кейін бір галереядан бір ақтарып, сол бір сәттерді еске салатын видео не фотоларды көргенде ғана бір есіңе түсетін шығар. Бірақ дәл осылай отырып есіңе түсірмесең, ол жай ғана бір өтіп кеткен, бір ағып кеткен бір су сияқты. Айтады ғой, мен өзім апам айтатын сөзі бар. Бәлду бәрі өтірік сияқты дейді. Расымен де солай. Қазір айтып жатқан кезде бір ертегі әңгімелер сияқты естілуі мүмкін да, бірақ сен содан өттің. Сонда рефлексия жасау керек дегенге мен толықтай келісемін.
Және өте қуаныштымын қазір сенде рефлексия уақыты болып жатқанына. иә сол 3 жыл алдыңғы 3,5 жыл алдыңғы уақытты есіме салып жазғы уақыт август уақыты сол документтермен жүгіріп жүрген уақыт өзіміз де түсініп үлгермеген кезіміз расымен де кетіп бара жатырмын ба оқуға деген. Ол жақта мысалы сен айтты қазақтар өте көп дедің. Қалай Мгм. қазақтармен байланысу, араласу қалай болды? Мысалы сіздерде өздеріңізде сондай қауымдастықтар сияқты бар ма, әлде жай ғана Бостон студенттері өздерімен араласып солай жүресіздер ма? Бұл жақта Түркістан деген ұйым бар. Кажется, Түркістан болатын. Сол наурыз уақытын тағы да басқа бәрімізге ортақ, сол Орта Азия еліндегі елдерге, халықтарға ортақ мейрамдарды тойлап жүреді, ұйымдастырып, сол жерде барлық қазақ та бар, ұйғыр да бар, өзбегі де бар, қырғыз да бар деген секілді. Одан бөлек қазақтардың да ұйымы бар. Осы Бостон университетінде оқып жатқан студенттердің ұйымы өте көп. Солай ешқандай қиындық тудырған жоқ. Ол жақтан дос табу деген сияқты араласатын орта. Себебі студенттік кез адамдармен танысуға, өзіміздің бір environment орта қалыптастыруға ең ыңғайлы уақыт сияқты. Себебі студенттермен достасып кету өте жеңіл. Ал жұмыс басталғаннан кейін әркімнің өзінің жеке өмірі бар, жұмысы бар деген секілді ол кезде сәл қиындау болады дос табу деген Иә, нәрсе. рас рас. Иә, Бостонда оқып жүргенде онда ешқандай қиындық тудырған жоқ. Себебі өзіміздің универде танысқан қазақтар бар, одан бөлек сол Түркістан деген ұйымнан танысқан орта бар. Әркім бір-бірімен ойымен бөлісіп, одан соң оффлайннан да бөлек онлайн чаттар да өте көп екен. Оған дейін Бостонға бармас бұрын мен оны білмеуші едім. Барғаннан кейін уже 5-6 чатқа қосылғаннан кейін ол жақта әркім өзіне керек заттарын сұрайды. Бір адам жазса, оған 10-20 адам өзінің ақыл кеңестерін айтып көмектесіп отырады. Бұл үшін шетелге барған кезде қазір Құдайға шүкір қазақтарымыз бүкіл жерде ешқандай да өмір сүру, адаптация деген зат қатты қиындық тудырмайды. Ал енді мен Бостонда бітіргеннен кейін OPT деген бар, Америкада Optional Practical Training деген, сол 1 жылдық жұмыс жасауға бізге рұқсат беріледі официальный түрде. Ол кезде мен Нью-Йоркке барып көргім келді, сол Бостонда қайтадан жұмыс жасамай. Енді ол жақ сәл қиындау болды. Нью-Йоркте қаншалық қазақтар Бостонға қарағанда көбірек, қаншалықты көп болса да, енді ол жақта жұмыс уақыты болғаннан кейін дос табу, орта табу бәрібір қиындық тудырды. Бостон секілді болған жоқ. Нью-Йорк өте менің ойымша қалай айтсам болады, өте тез және қарбалас сондай бір қала сияқты. Менің ойымша ол жерде сен терең бір жақсы араласатын бір дос немесе құрбы табатындай адамдардың уақыты жоқ сияқты болып көрінеді Нью-Йоркта. Иә, дәл солай. Өте қатты. Иә. Ал Бостонда сол жиналып, қазақтар бір-бірімен жиналып, бір-біріне үйіне қонаққа шақыру, мысалы наурыз болса, айттап бір-біріне қазір айт уақытында бір-бірінің үйіне айттап бару, бір-бірінің туған күнінде тойлау деген секілді жиындар өте көп болатын. Білмеймін, даже апта сайында болатын шығар. Кейбір күндері біз ондай жиындардан өзіміз қашып жүретінбіз, ал Нью-Йоркте сондай жиындарды былай іздеп жүретінбіз. Қазақтар бар екен, жиналатын, достасатын деген секілді. Иә, Бірақ ол расымен. жақта барлық қарбалас болғаннан кейін бәрі болған жоқ, иә. Бір-бірімен deep connection жасауға. Иә, бізде мысалы мына жақта Кореяда жүрген кезде байқағаным, енді мен JKS бағдарламасымен оқимын, және мен айналамда дәл солай бағдарламамен түскен студенттер бар. Олар мәселен бізде екі түрге бөлінеміз. Біреуі 1 жылдық біздер тіл оқитын студенттер бар, және экземппен, яғни тілдік сертификат болғандықтан 5-ші не 6-шы деңгей болса, олар бірден оқуларын бастап кетеді. Магистратура болсын, PhD болсын. Және олардың айтуы бойынша, мысалы, дос табу оларға қиынырақ, өйткені сабақ бірден басталып кетеді. Ал магистратурада оқитын болсаңыз, енді ол жақта егер корей тілінде оқысаңыз, ол жерде көбінесе үлкен аға апалар оқиды. Және олардың уақыты жоқ қой, енді өзінің отбасы бар, жұмыстары бар, сонымен жүрген кезде сабақ оқып жүр, солай уақыт болмайды. Мысалы, ешкіммен былай достасып араласуға оларда мүмкіндік аз. Ал енді тіл оқып 1 жыл осы жақта language schoolда оқысаңыз, сондай тәжірибе болса, менің ойымша ол өте жақсы. Өйткені мен әлі күнге дейін араласатын достарымның көбі сол language schoolдан, жаңа тіл оқыған кезде бірге оқыдық, сол жерде танысқан достармен көп кездесеміз. Сол жағынан жақсы көмектесті. Бізде де осындай бар, сол айырмашылық сондай. Бірден тура түссеңіз, сәл дос табу қиындау болады, өйткені әрине ол оқып жатқан мамандығыңызға да байланысты. Дәл тек қана кәрістермен оқысаңыз, ол кішкене қиындау. Ал бірақ шетелдіктер көп оқитын мамандыққа түссеңіз, ол жерде әрине достасуға болады. Кәрістер өздері тұйықтау халық қой,
және бірден ашылмайды, бірден араласып кетпейді деген сияқты. Мәселен олар шетелде тұрып шетелде оқыған болса, иә, олармен араласу бір сәл жеңілдеу болады. Немесе жастары біраз үлкендеу болса, олармен де араласу жеңілдеу болады. Ал жастарында ондай сәл мүлдем басқаша олар. Сондай бір қиындықтар бар. Осы менде бір айтқым келгені сол, егер мүмкіндік болса осы жаққа language schoolға тапсырып көріңіз, және содан кейін университетке түскен тиімдірек сияқты. Әйтпесе адамның күні адаммен ғой. Жақсы орта болғаны маңызды ғой. Әйтпесе қанша жерден адам ол бәрібір social animal дейді ғой. Иә. Әлеуметтік жануар дей ма, әлеуметтік жануармыз дей ма. Сондықтан иә, араласу, адамдармен сөйлесу, орта ол маңызды. Иә, ол нәрсені иә осы Нью-Йоркке барған кезде түсінгенмін. Сол жақта жұмыс басталғаннан кейін. Бостондағы достарымызды, сол жақтағы ортаны сағынып, неге Бостонда қала бермедім деген секілді. Бірақ өкінбеймін, себебі Нью-Йоркте маған өте үлкен тәжірибе берді. Ол жақта өмір сүріп көру арман емес, тоже қызық болғаннан кейін бардым ғой өзім сол жақта. Сол қызық өмірді де сезініп көрдім. Вау, күшті. Мен өте қуаныштымын. Және мен тағы бір сұрағым келген осы, сен Бостонда да тұрып көрдің, Нью-Йоркта да тұрып көрдің. Саған қай қала ыстығырақ? Екеуі де ыстығырақ. Бостон студенттердің қаласы, тыныш қала, тұруға өте ыңғайлы қала. Бостонда тұрып жүрген кезімде, мысалы сабақ уақытынан, демалыс уақыттарында басқа жақтарға қыдырып келетінбіз. Басқа жақтарға Чикаго, Нью-Йорк деген секілді қалаларға қыдырып келгеннен кейін Бостонның бәрібір де күшті екеніне көзім жететін. Себебі Бостон деген тарихи қала, оның көшелері еуропалық вайб сезіліп тұрады. Соның қадірін түсінетінбіз. Ал Нью-Йоркке барған кезде, Бостонда тұрған кезімде мен Нью-Йорк маған ұнамаушы еді. Себебі ол жақта қаланың қарқыны, шум деген секілді заттар, мен тезірек Бостонға қайтуға асығып тұратынмын. Бірақ білмеймін қалай болғанын. Сол жақтан уже жұмыстан офер алғаннан кейін кино елестеп кетті ма көзіме, сол кішкентай кезімізден көріп өскен киноларда барлығы асығыс. Спайдерменнің дейсің да, Спайдерменнің фильмдері. Спайдермен, иә, Спайдерменнің фильмдері, таңертең кешігіп оянып асығысып қолдарына кофесін ұстап жүгіріп жұмысына жүгіріп бара жатқан адамдар көзіме елестеп, сол Нью-Йоркке барып жұмыс жасап көруге шешім қабылдаған болатынмын. Басында тоже Нью-Йоркке барғаннан кейін де бір айдай уақыт Бостонға қайтып кетем ау деген секілді ойда болып жүргем. Бірақ әр нәрсеге де біз үйреніп кетеміз ғой, бейім адам болғаннан кейін бүкіл ситуацияға, қалаға, қарқынға үйреніп кеткеннен кейін Нью-Йорк те ұнап кетті. Сол үшін екеуі қазір мен үшін бірдей. Ал қалай ойлайсың, сенде cultural шок болды ма, мысалы бір мәдени бір таңданыс ақш-қа барғаннан кейін? Түркияға барған кезімде culture шок болған есімде. Бірақ ақш-қа барғаннан кейін ондай culture шок болғаны есімде жоқ. Себебі білмеймін оған не әсер еткен, оған өзіміздің көріп жүрген кинолар, немесе интернеттегі жаңалықтар әсер еткен шығар, не болмаса дебаттағы уақыттарым әсер еткен шығар. Себебі дебатта біз әлем бойынша бүкіл тақырыптарды талқылай беруші едік қой. Сол кезден бастап ол ақпараттарды миыма сіңдіріп, либерал ретінде білмеймін өскеннен кейін қатты culture шок болған жоқ ақш-та. Глобализейшнның әсері дейсің да, жаһандану. Ал өзінде қалай, Кореяда ондай шоктар болды ма, әлде дорамалардан кейін ондай нәрсе болған жоқ па? Менде болды. Ол нәрсе, корейліктер мысалы далаға шығады ғой, қыстың қақаған суығында, аязында лонгпедин, жаңа үлкен ұзын қара куртканы киіп алады да, күртені, бірақ аяғында сланцымен жүреді, сланцы Иә, тәпішкемен. ақш-та бар. Соны мен өз көзіммен көрген кезде вау, маған сол cultural шок болды. Өйткені мен өзім андай қымталып жүретін адаммын да, маған қиын болды. Адам, иә, Астанаға Иә, барғаннан и кейін. соны айтамын. Мысалы бізде деген былай ғой, аяқ қолыңды жылы ұста деп үйреткендіктен маған сол кішкене үлкен таңданыс болды, сол нәрсе. Иә, маған да ол үлкен таңданыс болған. Ол да cultural шокқа кіреді ма ол, егер кірсе, ол тоже сол ең үлкен таңданыстардың бірі болған. Универде өте суық іші. Сыртқа шықсаң дала ыстық, жып-жылы, ал универдің ішінде кондиционерді өте қатты жоғары градусқа қойып қояды, сонымен жаурап жүреміз. Ал сыртта өте суық. Автобустардың іші, метролардың іші өте суық. Одан жаурап кәдімгі қыстың суығы сезілетін. Ал қыс уақытында кәдімгідей аяз болып жатқан уақытта біз барынша оранып алсақ та, біз тоңып жүреміз, ал сырттағы адамдар сланцымен, кедімен, жаздық шортымен жүре береді. Даже менде ең үлкен шок болған нәрсе, ол кішкентай балдарына біз секілді қарамайтын. Мысалы бізде сәбилер ауырып қалмасын, тоңып қалмасын деп бүкіл нәрсесін орап қымтап тастайды. Оларда керісінше өздері қалың киінсе де,
кішкентай балдарға жұп-жұқа киіндіріп қояды, даже аяқтарына носки де кигізбей жалаң аяқ коляскада отырған балдарды көргенмін. Вау, біздің аналар көрсе менің жүрегім ұстайтын шығар. Иә. Иә, сосын тағы бір нәрсе, ол қысы жазы айс американо ішу, тұз қосылған сусындарды ішу мысалы біртүрлі. Өйткені мен мысалы қысы жазы, иә окей, біз орталық азиялық болғандықтан біз мысалы шай ішеміз, иә. Иә. Жазда да мысалы аптап ыстық болса да міндетті түрде ыстық шай ішеміз, андай іштегі және сыртқы температураны бірдей қылуымыз керек деп ішеміз, иә. Окей, иә, ол есептелмейтін шығар, бірақ мен әлі күнге дейін соған таң қаламын да, неге мұз қосылған суды іше береді. Сол кішкене cultural шок болды маған. Ол да маған үлкен шок болған. Және де кез келген жерге барсаң, бізден сұрамайды, мұз қосайын ба, қоспайын ба демей, толтырып стаканды толтырып мұз құяды. Одан соң ары қарай білмеймін, басқа соданы құяды ма, кофені құяды ма. Сол тек мұз ішіп жүреді барлығы. Қыс уақытында да таңертеңгі завтрактерін сол мұзды сумен бастайды. Жалпы шетелде оқыған қалай, сол туралы айтып берсем, онда жоққа шығаруға болмайды. Сол сен қалай ойлайсың осы тарапта? Шетелдік тәжірибе жақсы деп бәріміз айтқанмен, иә, ол негізінде өте үлкен адамдарға біздің тұлға ретінде өзгеріс алып келеді. Ол өзімізге бірден байқалмауы мүмкін, но бірақ ең үлкен беретін шетелдегі оқу, ол өз өзімізге деген сенімділік. Себебі біз кішкентай кезімізде өзіміз шетелде оқып жүрген адамдар, қазір енді көп шығар ондайлар, өте көп қой. Мысалы интернеттен көреміз, мысалы тағы да өзіміздің қаншама таныстарымыз бар әлем түкпір-түкпірінде оқып жатқан, жұмыс жасап жатқан, тұрып жатқан. Ал біз кішкентай кезімізде ондай бізде интернетте доступ болмағаннан кейін ба ондай ақпараттарды білмеуші едік. Ол үшін шетелде оқу деген бір мүмкін емес нәрседей көрінетін. Но бірақ ол жақта оқып келгеннен кейін өзімізге деген сенімділік пайда болады. Барлық нәрсе мүмкін екен ғой деген секілді. Сосын мысалы шетелде оқу мысалы қорықпауды үйретеді. Мысалы бір нәрсені бастайтын болсақ, қорықпай нетворкинг жасап, басқалардан сұрап көруге, көмек сұрауға әрдайым мүмкін екен, бізге көмектесетін адамдардың қай жерде болсын, қай елде болсын табылатындығына деген сияқты нәрселерге көзімізді жеткізеді. Тағы да мысалы маған Америкада үйреткен нәрсе, ол жақта адамдардың дисциплинасы, ол жақтағы адамдар өте дисциплинированный адамдар. Білмеймін не үшін екен. Американдықтар біз алғаш барған кезде кешкі 5-6-дан кейін, 6-7-лерден кейін бүкіл заведениелер жабылып тұрады, көшеде адам болмайды, как заброшенный город сияқты көрінеді. Бостон қаласы өзі сондай, ал Нью-Йорк ондай емес. Себебі Нью-Йорк енді әрқашан айтады ғой, ұйықтамайтын қала деп. Ал Бостонда солай болған. Себебі ол жақта адамдар білмеймін өте ерте ұйықтап қалады. Үйлерін кешкі уақыттарын үйлерінде өткізеді, таңғы уақытта уже таңғы 5-терде көшеде жүреді. Көшеде спортпен айналысып, иттерін серуендетіп деген секілді күндерін ерте бастайды. Сондай дисциплинаға өте үлкен мән береді. Ал бізде Қазақстанда ондай нәрселерді көру өте сирек. Себебі біз кешкі 9-ға дейін даже кешкі шай дегенді ішіп отырамыз ғой. Семьямызбен, достарымызбен деген секілді. Ал түске дейін ұйықтау деген сияқты біз үшін нормально болып кеткен нәрсе. Ал ол жақтағы адамдар таңғы 5-те тұрып, 4-те тұрып, жұмыстарын бастап кету деген оларға уже нормально болып кеткен нәрсе. Мысалы Нью-Йоркте де тұрған кезімде менің жұмыс уақыты сағат 8-де басталатын болса, мен бір 6:30-да тұрып, сол 6:30-да тұру мен үшін өте қиын болған. Ал менің коллективімде жұмыс жасап жатқан адамдар кейбіреулер даже сағат 5-те тұрып алып, жұмысқа 8-де емес, 7-де, 7:30-да келіп алып отыратындар болған. Ондай адамдар көп Америкада. Как Эмили в Париже деген секілді ғой. Адамдар жұмысқа, білмеймін, жұмыс жасағанды жақсы көреді ме ол жақтағылар, даже жұмысты да жасауды біледі, өмірді де сүруді біледі, спортпен де айналысуды біледі, тағы басқа адамдарға көңіл бөлуді де біледі. Білмеймін, барлығын баланс ұстауды өте жақсы біледі, work-life balance дегенді. Ал бізде ондай нәрсе жоқ сияқты, себебі жұмыс басталатын болса, басымен жұмысқа кіріп кету деген секілді заттар бізде өте көп Қазақстанда. Ал ол жақта work-life балансты өте керемет ұстанады. Сондай нәрсе екенін үйретті десем болады, және сенімділікті, мысалы қорықпауды, мысалы шетелге саяхаттайтын болсақ, оған да қорықпауды, себебі ақш-та жүрген кезде мен Мексикаға, тағы Колумбия секілді елдерге де саяхаттап көрдім. Сол стереотиптердің өтірік екені, өтірік қаншалықты ол жерде де енді шындық бар ғой, бірақ шындық болса да ол ешқандай да бізге қауіп төндірмейтіндігіне көзімді жеткізді. Сенімділік оятты десем болады өзіме деген. Иә, расымен өзіңе деген сенімді сіңіресің осы шетелде де тұрып көру арқылы. Расымен мен оған келсем, және өзіңнің кемшіл тұстарыңды, әлсіз тұстарыңды өте анық көре бастайсың. Сол себепті де менің тұлғалық дамуға қатты әсерін тигізеді. Осы биыл мен соңғы семестрім болғандықтан
иә қазір сәл андай апатиялық кезеңдер де болып жатыр, өйткені оқу бітірер алды оңай емес, белгісіздік, басқа мақсаттарын орындала ма орындалмай ма әлі нақты білмейсің, өйткені жауап күтудесің деген сияқты, иә, мысалы сондай бір кезеңдеміз. Өзінде есіңде ме, мысалы 2020 жылы біз бітірген кезде мысалы бізде ковид басталып кетті де, белгісіздік болып кетті, сәл түсініксіз болып кетті бәрі, иә, өзіміздің тіпті үлкен ересек өмірге қалай араласып кеткенімізді де байқамай қалдық қой. Әлі күнге дейін өзімізді кішкентай қыз секілді сезінеміз ғой. Иә, мысалы қалай біз Иә, әлі күнге дейін менде мысалы сондай бір не бар да, қалай біз ересек өмірге кіріп кеттік деген сияқты бір ой келеді да. иә, Қазақстаннан кетер алды адам болып қайтып келмейсің. Сондай бұл не, иә. бір өзгеріс болады, иә, кәдімгідей сол жағынан. Иә, менің ойымша өте жақсы тәжірибе болады адамдарға, егер оқығысы келсе, білім алып көргісі келсе. Сосын қорықпау керек сияқты, өйткені шынымен де қазір қазақтар барлық жерде оқып жатыр, интернетті ашсаңыз ақпарат табу өте оңай, тек іздеу керек екен. Мгм. Шетелде тұрып көру тәжірибесі, иә, менің ойымша сондай бір өзгерістер алып келді деп ойлаймын. Иә, бірақ менталды тұрғыдан шынымен де кәдімгідей қатты әсерін тигізуі мүмкін. Мысалы әлсіз тұстарыңызды көруге дайын болмасаңыз, сәл шетелде тұру қиын болады ау. Мықты болу керек деп ойлаймын, иә. Иә, иә. Бірақ ол жақтағы жақсы жағы, біз өзіміз біліп тұрамыз ғой енді әлсіз жағымызды, но бірақ адамдар ол жақта бүйтіп көрсетпейді бізге, сен мына жағың әлсіз екен деген секілді. Наоборот, көтермелегенді жақсы көреді. Ол жақтағы енді көбісі бұрындары естіп жүретін едік қой, жүзіңе күліп қарағанмен олар ешқандай көмек бергісі келмейді деген секілді американдықтар туралы сондай стереотип бар ғой. Но бірақ бар да шығар ондай нәрсе, но бірақ олардың маған ұнайтын жағы, біздің әлсіз жағымызды көрсетпейді, наоборот, бір көмек сұрасақ, кішкентай бір оп оңай нәрсе болса да бүкіл уақыттарын арнауға дайын бізге үйрету үшін. Мысалы мен алғаш рет жұмыс бастаған кезімде бір қарапайым бір сұрақты қойған күннің өзінде маған менің менеджерім деп айтуға бола ма ол кісіні, кәдімгідей қолына қағаз ручкасын парағын алып өзінің басқа маңызды жұмыстарын ысырып қойып маған уақытын бөлетін, соны үйретуге, түсіндіруге менен 10 рет сұрап қоятын. Даже мен түсініп қойсам да оның қасында отыра беруші едім, иә 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 деп, оны енді көңілін ыңғайсыздық тудырмай солай 2 сағат бойы қасында отыра беретін. Ол 2 сағат сондай қарапайым нәрселерге уақытын арнауға дайын. Олар ешқандай да біздің әлсіз жағымызды көрсетпейді, наоборот. Білмеймін, олар адамдардың өмірі, адаммен екенін қатты түсінеді ме, көмек қажет болса әрдайым шетелдік адамдар ондай нәрсе көмек беруге дайын. Үстімізден күліп қарамайды, сынамайды деген секілді. Негізі мен барған кезде бағана айттым ғой, біз енді нақты Америкада оқимын деген сияқты қатты сенім болған жоқ. Өзі болашақтың ответі өзі кеш шыққаннан кейін менде алдын ала зерттеу жасауға, не болмаса ақш-та оқу қалай болу керек, ол жаққа барған кезде қалай жасаған дұрыс деген сияқты зерттеу жасауға менде уақыт болған жоқ, оны түсініп те үлгерген жоқпын. Тез болып кеткеннен кейін өзім сол жаққа барғаннан кейін үйреніп көзім жетіп бастады. Қазір енді адамдар қазір сәл ақылдырақ секілді, 3,5 жыл алдыңғы маған қарағанда. Себебі білмеймін, қазір Threads немесе басқа жақты ашып қалсам, адамдар кәдімгідей совет сұрап отырады. Мен осында барғалы жатырмын, қандай совет бересіздер, не істеуге дұрыс деген сияқты сұрақтар қойып отырады. Алдын ала дайындықтарын жасап, одан бөлек өзі сол жақта оқып жүргеннен кейін де менен кейінгі келген адамдар группаға жазып бастайтын, қазақтардың группасын тауып алып, біз осында бара жатырмыз, қай районда тұрған жақсы, не болмаса аэропорттан бізді күтіп алатын адамдар бар ма деген сияқты сондай сұрақтарын қойып отырады. Ал мен жағдайымда ондай еш нәрсе болған жоқ. Мен Бостондағы қазақтардың группасы бар екен, Бостонға барып уже 1 апта, 2 аптадан кейін ба білгенмін, содан кейін ғана қосылғанмын ол группаға. Ал оған дейін білмеймін қалай барғанымды, просто билетті алып, сол жақтағы Бостоннан 2 сағаттық жақта тұратын ағамның үйінде бір 3-4 күндей болып, Бостонда 1 апта отельде жатып, сосын квартира іздеп солай кеткенбіз. Ал қазіргі кісілер солай алдын ала ресерчтер жасап, группаларға қосылып алып, ақылдарын сұрап отырады. Негізі сол дұрыс деп есептеймін. Себебі қазақтар қазір бүкіл елде бар.
және де Telegram чаттарда, WhatsApp чаттарда группалар бар. Сол жақтан сұрақтар қойса болады. Қай районда тұрған ыңғайлы, қай жақтардан арзан алуға болады деген секілді сұрақтарын қойып, алдына дайын болып барған дұрыс деп ойлаймын. Сосын барғаннан кейін бұл жақта ақш-та студенттерге жұмыс жасауға рұқсат етілген. Аптасына 20 сағат университеттің кампусында жұмыс жасауға болады. Онда барып та барған кезінде жұмыс жасау мысалы қиын деп ойлаған тұғынмын. Бір-екі айдай жұмыс жасаған жоқпын, тек сабақ, сол сабаққа үйреніп, сол квартира іздеу деген сияқты заттармен уақыт өтіп кеткен. Бірақ барып сразу университеттің сайтына, кампусты сайтына тіркеліп алып, сол жақтан жұмыс жасап, аппликейшнді толтыра беруге болады. Ол ешқандай да қиын емес, себебі ол жақтың системасы өзі солай жасалынған. Студенттерде бүкіл нәрсеге уақыт болу үшін, жұмыс жасауға да, сабағын оқу үшін де, спортпен айналысуға да бүкіл жағдай жасалынған. Сондықтан да оларда 20 сағатқа ғана рұқсат етілген екен студенттерге жұмыс жасауға. Сосын профессорлардан да кеңес сұрауға болады, ешқандай да қорықпай, себебі ол жақта көп профессорлар, практик профессорлар, олардың өздерінің жеке компаниялары бар деген секілді. Не болмаса олар белгілі бір компанияларда жұмыс жасап, тәжірибе алып келгеннен кейін ғана университетке келген кісілер. Ол кісілерден совет сұрауға болады, қандай жұмыстарға орналассақ болады, или осындай компанияға жұмысқа орналасқым келеді, ол үшін маған қандай навыктар жетіспейді, оны қайдан үйренуіме болады, не болмаса сіздің компанияңызда стажировкадан өтсем бола ма деген секілді сұрақтар қоюға болады екен. Солай ұялмай сондай нәрселерді сұрап, Иә, солай рас. өзі. Иә, себебі нетворкинг ол бүкіл жерде бар. Бізде айтады ғой, мысалы Қазақстанда таныстары ғана барлар ғана жақсы жерлерде жұмыс жасайды, солар ғана жетістікке жетеді деген секілді. Ол жақта да сондай, бүкіл елде сондай. Нетворкинг ол өте маңызды. Таныс арқылы ғана біз бір нәрсені үйреніп, бір нәрсені бастап жұмыс жасай аламыз. Иә, Қазақстандағы таныстық деген нәрсе менің ойымша өте дұрыс емес бағытта кетіп қалған деп ойлаймын. Өйткені жалпы таныспен жұмысқа кіру деген ол нетворкинг қой, былай қарасаң. Ол жақсы нәрсе. Бірақ біздегі мысалы Иә, біздің түсінігіміздегі таныспен кіру деген нәрсе ол мүлдем басқа нәрсе да. Оны тамырласып жұмысқа кіру, тамырын басып кірді деген сияқты сондай нәрсе да. Мысалы, яғни коррупциямен, бәке, көке, сәке деген сияқты нәрселермен кірді деген ұғымды білдіреді, иә. Бірақ негізі таныспен кіру ол нетворкинг қой кәдімгідей. Негізі ол жақсы сөз да, бірақ біздегі тамырын басып кіру деген ұғым сол таныспен кіру болып кетіп жатыр да. Бірақ мен мысалы айтатыным да сол да, ортаны таңдау маңызды, бірақ әрдайым жаңағыдай нетворкинг жасауға ашық болу керек деп. Өйткені шетелде болған кезде мен түсінгенім, сен өте экстраверт болуға тырысу керек екен. Адамдармен араласа білу, сөйлесе білу деген сияқты. Соны түсіндім. иә, тартыншақтанбай нәрсені байқап көруге, адамдардан сұрауға. Қазір Қазақстанға оралдың. 3 жылдан кейін оралу қалай болды? Қандай әсерлер алдың? Не өзгерген екен Қазақстанда сенің ойынша? Білмеймін не өзгергенін. Біз алғаш барған кезде ақш-та мысалы Қазақстанға қайтқымыз келіп жүретін алғашқы 5-6 ай деген секілді бар. Қазақстанды сағынып, Қазақстанға ешнәрсе жетпейді екен деген секілді. Ондай адаптациядан өткен уақытта бәрінде болатын сияқты. Алғашқы 5-6 айда бәрібір қандай дамыған ел болса да біздің өзіміздің елімізге жетпейді. Өзге елде сұлтан болғанша өз елінде ұлтан бол деген секілді сондай нәрселерді ұстанып жүретінбіз. Бірақ енді оқу бітіргеннен кейін сонда да осындай қолымызда мүмкіндік бар кезде сондай American Corporative Life'ты көрген дұрыс шығар деп тағы 1 жылға создырдым. Мысалы мен визам I-20 документін сонда заңды түрде қалуым үшін. Енді сол жақтың өміріне үйреніп қалғаннан кейін де Қазақстанға келіп жаңа өмір бастау тоже жаңа бір мемлекетке келіп өмір бастағандай әсер береді. Себебі білмеймін, 3 жылдан кейін мына жаққа келіп жұмыс бастау, адаптациядан өту деген секілді тоже бар. Но бірақ менде ондай қатты байқалған жоқ. Мысалы адаптация тағы да мысалы cultural shock болған күн өзінде өз еліне қайтып келген кезде recultural shock деген болады ғой. Сондай нәрселер, мысалы қазақстандық адамдар басқаша секілді көрінеді. Мысалы мен өзім 3 жыл алдын қалай елестетсем, ойлаған ойым әйтеуір бұзылып кетеді. Мысалы Қазақстан, оказывается, мен ойымдағыдай емес екен ғой деген секілді. Сондай recultural shock дегенде болады міндетті түрде. Бірақ ол ситуациялардың бәрінен оңай өттім десем болады. Отбасым бар, осындағы достарым бар, ақш-қа барғанға дейінгі араласқан ортам бар. Онымен қоса менімен бірге ақш-та бірге оқыған студенттер де уже қайтып келген осында.
сол үшін қатты қиын болған жоқ. Үйреніп кеттім десем болады. Енді арасында енді сағыныш болады. Мысалы, сол кездегі өмірді. Сағыныш кез келген өмірге болады. Мысалы, балалық шағымызды сағынамыз, немесе бакалаврдағы уақытымызды сағынамыз, жеті жарғыдағы уақытты сағынамыз деген секілді. Сол Америкадағы студенттік уақытымды да сағынып тұратын кездер болады. Оны мойындаймын. Иә, иә, рас. Сол менде де ойлаймын да, ертең Қазақстанға қайтып барған кезде менде де сондай бір сағыныш болады деген сияқты ойлар келеді, иә. Сол себепті де қазір көбірек Сеулді аралауға, Кореядағы басқа жерлерге баруға сондай тырысып жүрмін. Болашақта өмірімді дайындау үшін қазіргі Мгм. өмірімді де жіберіп алған сияқты болып жатырмын да, өйткені құжат жинайсың, дайындаласың, мысалы енді жұмыс іздеу керек деген сияқты осындай нәрселер бар. Бітіре салысымен сен жұмыс таба алмайсың деген сияқты да, бірден. Оған кәдімгідей алдын ала дайындалу керек. Жауапкершілікті талап ететін іс болғандықтан сен соған көп мән бере бастайсың. Және осы қазіргі уақытта өтіп жатқан өміріңе сәл немқұрайлы қарап қалуың да мүмкін, өйткені сенің ойың далада. Сен ол болашақты ойлап жатсың. Мен ананы істеуім керек, ертең барған кезде маған қиын болмас үшін деп, иә, мысалы ойлап сөйтіп істеп жүрген кезде қазіргі мындағы өмірімді осы жақтағы өмірден ләззат алып, естеліктер жасап, сөйтіп әр жерді көріп, құшырлана жұтуым керек қой осы қазіргі уақытты да, мысалы сондай бір сәттеп жүруім керек та, бірақ та мен алдыңғы өмірімді де ойлап отырмын да болашақта. Сол себепті кішкене қай уақытта өмір сүруім керек мен сонда деген сияқты бір сондай бір ойлар келіп жатыр қазір, шынымды айтсам. Сосын отырдым да өзіме, айттым, торғын, так болмайды, қазір біз болашақта ойлаймыз ойлаймыз деп қазіргі уақытымыздан ләззат алмай, көрмей, осы дәл осы сәтте болудың орнына бір сәтті жіберіп алсақ болмайды деп, ертең өкінбес үшін деп, сол үшін де кішкене өзіме торғын дыр 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 деп сөйтіп сондай бір күйде жүрмін да. Бірақ соған қарамастан да әйтеуір мына подкастты да жазуым керек деп оны да істеп жатырмын. Расымен де бітіру кезінде осы соңғы семестр кішкене сондай бір уайым, қобалжулармен, бірақ Белгісіздік иә, тағы да. белгісіздік, иә, сондай бір нәрселермен, бір сезімдердің коктейлімен жүрмін да, сондай. Мгм. Бірақ ойлаймын да, ертең бір торғын 5-6 жылдан кейін осы кезде де сағынасың ғой осындай бір сәттерді. Ай, мен өмір сүріппін ғой деген сияқты ойлар келеді деп те ойлаймын. Өйткені жас болу, осындай қарбалас өмір сүруде ол да бір привилегия ғой. Иә, әрине қорқыныш бар болашаққа. Өйткені біздің қазір өмір сүріп жатқан әлеміміз өте тұрақсыз, өте үлкен хаосқа толы, бірнеше соғыстар басталып кетті, экономикалық кризис бар. Өзің келгеннен кейін Қазақстандағы жалпы халықтың жағдайын байқаған шығарсың да, қандай болған, қандай күйге түсіп жатқанын, соның бәрін көресің да, ол да әсер етеді. Мен соны түсінгенім, экономикалық елдің фоны да, көңіл күйі де жалпы халыққа бәрі әсерін тигізеді екен. Соны түсіндім, жалпы бүкіл әлемде болып жатқан жағдайдың бәрі әсер етеді деген сияқты. Сол кезде қалай мен өзімнің өмірімді стейбл қыламын деген сияқты. Тұрақсыз әлемде ата-аналар мысалы айтады ғой, біздің ата-аналарымыз кішкене енді бір жұмысты жасады да тұрақты сол жерде жұмыстарын істей береді да, бізде ондай тұрақтылық жоқ та. Сондықтан өте қызық негізі, контраст қандай, сондай бір ойлар келеді. Ойланып кеттім ғой, мен де сол есіме түсіп кетіп сол екінші магистратураны бітірейін деп жатқан уақыттарым есіме түсіп, екінші курс кезім. Мен де қазір есіме түсіріп қалсам, ол кезде өмір сүрмеген сияқтымын. Ол жақта да әртүрлі ойлармен мынаны істеп қалуым керек, мынаны бүйтіп қалуым керек деген сияқты ойым жан жақта болып, белгісіздік ситуациясында жүргеннен кейін есімде жоқ, мысалы екінші курс қалай өтіп кеткенін. Но бірақ сол алғаш барған кезімдегі бірінші жылдың қалай өткені барлығы толық есімде. Сол кездегі бүкіл нәрсе қызық болған, уайым жоқ деген Иә, секілді, иә, уайым бар. иә. Не істесем белгісіздік болған жоқ та ол кезде. Ал сол белгісіздік деген өте жаман нәрсе, иә. Иә, сөйтсе уайымның бәрі магистратураның екінші курсында екен ғой деші. Иә. Екінші курсында. Сосын сол ОПТ-ге қалайым ба, не болмаса Қазақстанға қайтқаным дұрыс па, қалай жасағаным дұрыс деген секілді белгісіздік уақыттарында жүрген кездерім ғой. Иә, рас, рас. Қалай өттің сол кезеңдерде? Өзіңе бір көмектескен бір жағдай болды ма? Мысалы, мен қазір өзіме мені тыныштандыратын нәрсе ол менің рутинам. Мысалы, таңертең тұрып, бір нәрсені істеу деген сияқты, немесе мен таңертең тұрамын да, бөлмемде жаңағы көршім болмаса, винилымды қосып музыка тыңдаймын деген сияқты, немесе бір тыныштықта кітап оқимын деген сияқты. Сондай бір рутиналар құтқарады екен. Өйткені тұрақсыздық, әлем бойынша мысалы осы болып жатқан нәрселердің бәрі психологияға, бәрі ментал денсаулығымызға әсер етпей қоймайды ғой. Сол кезде мен байқағаным, адамды құтқаратын бір сондай рутиналық, бір кәдімгі
күнделікті бір істейтін әдеттері екен. Саған Мгм. қандай нәрсе көмектесті сол кезде? Ол кезде сол екінші курстың соңғы уақыттары менде қарбалас өтіп кетті, себебі білмеймін, бәрін үлгеріп қалу керек деген настройкамен жүрген кезім ғой. Если Қазақстанға келетін болсам, онда Қазақстанда нан жасауым керек деген сияқты оны да жасап көріп, если Америкада тағы бір жылға қалатын болсам, онда ана жерден жұмыстардан офер алып бастауым керек, шақырту алуым керек деген секілді оларға күнде қаншама жұмыстарға отклик жасап, собеседованиеден өтіп жүрген кездер. Одан бөлек демалыс уақыттарында әлі қыдырып көрмей қалған жерлерім бар. Соларға барып көруім керек деген секілді сондай. Сол қарбаласпен өтіп кетті. Менде өте жылдам өтіп кетті. Сол екінші курстың төртінші семестрі. Сол уақытта да өте көп қыдырып кеттім, ойлаймын басқа жақтарға саяхаттап, үлгеріп қалайын деп. Сол кезде де сондай болды. Мысалы, Қазақстанда болсам, бұл жаққа бару қиын болады ғой. Мысалы, өте алыс болғаннан кейін бізде даже вариант та жоқ та ондай бару, қай елге саяхаттасам болады деген кезде Латын Америкасына саяхаттағым келеді деген сияқты ойда келмейді ғой қасында жүрген кезде. Ал ақш та жүрген кезде өте жақын, ұшақпен өте арзан бағада барып келуге болады. Солай барынша көп елді көруге, көп жерді көруге, көріп алуға тырыстым Иә, демалыс мен уақыттары. иә, өте өте жақсы, дұрыс шешім деп ойлаймын. Сен өзің қалай ойлайсың, мысалы романтизациялау, әсіресе ақшта оқуды романтизациялайтын мысалы ютубта өте көп, иә. Ел болсын, жаңа Айви, жаңа ликтің студенттері болсын, сен не ойлайсың бұл туралы? Негізі білмеймін, ондай романтизация жасау, мысалы басқа адамдар өзінің өмірін күшті етіп көрсету, жетістіктерін күшті етіп көрсетуі, ол маркетингтік ход сияқты. Енді сол үшін ғой, мысалы көбінесе біреулер мысалы шетелге оқуға түсу, иә сопровождение жасау қызметін атқаратын болса, онда олар барынша мақтауға, барынша жақсы жағын көрсетуге тырысады. Тоже мысалы турагентство бар адамдар ол саяхаттауды күшті зат секілді көрсетеді. Мысалы саяхаттаған кезде тек әдемі жерлерді ғана көресің, өте күшті, білмеймін қандай инстаграмдық жерлерді ғана көрсетеді ғой. Ол енді маркетингтік ход, бірақ енді саяхаттың да шетелде оқудың да өзінің минустары бар, себебі комфорт зонадан шығу ғой екеуі де. Шетелге кету, саяхаттау. Қазақстанда жүрсең, таңертең тұрып, жұмысыңды жасап, кешке келіп, тағы да өзінің үйреншікті жұмыстарын жасап жүру деген нәрсе, ал шетелде оқу, тағы да басқа нәрсе деген жұмыстар, ол комфорт зонадан шығу. Ал комфорт зонадан шығу енді бәрібір оңай нәрсе емес, бірақ қиын да емес. Тек просто әрекет жасау керек кішкентайдан. Ол енді романтизация жасау дегенді дұрыс па дұрыс емес па ол жағын білмеймін, бірақ өз басым, мысалы мен өзімнің жақын адамдарымның да шетелде оқып көргендерін қалаймын. Олардың да сондай тәжірибе алғандарын, соны сезініп көргендерін деген секілді. Енді оның пайдасы қаншалықты көп, шетелде оқыған білімді де, ол жақтан алған нәрселерді де Қазақстанда алуға болады. Жаңағы өзің айтып кеткендей, Қазақстанда да қаншама өте күшті күшті университеттердің филиалдары ашылып жатыр. Және де бізде де өте мүмкіндіктер көп. Қазіргі глобализацияның заманында мүмкіндіктердің саны шексіз. Ол әлемнің қай түкпірінде болса да, сол білімді, сол нәрсеге деген заттарға доступ бізде бар бүкіл жерде. Бірақ сонда да мен өзімнің жақындарым үшін шетелде оқығандарын қалаймын өз басым. Но бірақ басқаларға мысалы жоқ, шетелде оқу керексің міндетті түрде деген сияқты ойды навязывать етпеймін. Себебі өзің қаласаң бар. Себебі менде көп достарым болған, сол Бостонда бірге оқып жүрген. Олардың мынандай әңгімелері болатын. Мысалы шетелде оқу менің арманым ба әлде біреудің арманы ма білмеймін деген секілді сондай әңгімелер айтқан менің таныстарым, достарым болған. Бірақ мен өзім үшін ол менің өзім арманым болған, және де соны орындағаным үшін мен қуаныштымын, және де басқа адамдарға да сол тәжірибеден өткендерін тілеймін және қалаймын. Менің жеке пікірім сондай. Но бірақ ол жақта алған білімді де, тәжірибені де басқа елден де, өзіміздің елден де алуға болады. Көзіне тануға болмайды да, өзіңнің құндылықтарыңды Мгм. өзіңнің ішінде сақтайсың ғой енді, мысалы, және оны басқа біреуге күштеп көзге тануға болмайды. Бірақ та енді қазіргі таңда біз сондай өмірде, сондай әлемде өмір сүріп жатырмыз. Барлық идея, барлық тәжірибе ол сатылу керек деген сияқты, сатуың керек деген сондай бір, енді капиталистік әлемде, қоғамда өмір сүріп жатқандықтан солай болады. Сондай бір шудың, сондай ақпараттың ағынында жүрген кезде міндетті түрде менің ойымша критикалық сыни ойлау керек та. Сыни ойлау арқылы өзіңе сұрақтар қою арқылы саған не керек, не қажет емес екенін түсінуің керек. Бірақ ол тәжірибенің жақсы жаманы жоқ. Тәжірибе жинау арқылы соны
көру аркылуу сага не керегин, не керек эмес экенин түшүнүүгө болот. Типти чет элге кызыгып окуп келген адам келесте мен чет элде окугум келмейт, ары карай жалгастыргым келмейт, немесе онун типти кажети жок экен го деген ойга келүү мүмкүн. Ол да калыптуу нерсе, өйткөнү сондай нерселерди сону істеу аркылуу гана сен өзүңө не унайтынын, не кажет экенин билесиң деген сыяктуу. Солай тажрыйбенин жакшы жаман жок. Келип жеткен жаңы жылкы жылы куттуу болсун. Жылкы эми не ғой, козголуштун жылы деп айтады ғой. Сондуктан жакшы бир саякаттар көп болсун деп тилейм. Денибиз сау болсун, мыкты болайык. Сондай бир аумал төкпөлүү убактыбыз ғой. Барлыгы жакшы, сәттүү аякталсын деп тилейм. Солай көп рахмет Назерке келгенине, косулганыңа. Рахмет саған да. Өте керемет әңгіме болды. Өте қуаныштымын. 3 сағат сөйлескен сияқтымыз ғой, даже 2,5 сағаттай. Иә. Өзіміз расымен де ішіп отырып, әңгіме айтқан секілді форматта өтті. Мен қалай болады деп ойымдап едім ғой. Формальный болады ма екен, не қалай болады екен. Кәдімгідей бір-бірімізбен енді мағынасын түсіндім. Бір кесе шай деген подкасттың. Рахмет көп. Иә. Шынымен шай басындағы айтылатын әңгіме секілді әңгімелер болды. Рахмет, пайдалы Иә. болды деп үміттенемін. Егер де оқуға түсу немесе болашаққа қалай тапсыру деген сияқты сұрақтарыңыз болса, қоя берсеңіздер болады. Мен қуана көмектесемін. Иә, рахмет көп. Сіздермен бірге болған мен Торғын, бір кесе шай подкастының авторымын, және біздің қонағымыз Назерке.